Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліштің рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Ыдысымызға майды, одан кейін қантты қосып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқаны қосып бір келгі масса жасаймыз. Бөлек ыдысқа ұн мен қамыр қопсытқышты қосып араластырып, одан кейін жаңағы дайын болған массаға қосамыз. Жақсылап бір келкі етіп араластырып, мінекей осындай қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Қамыр демін алғанша салмасын дайындаймыз. Салмасына ірімшіктің де кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Мендегі қолдың ірімшігі. Және қант қосамыз, және үстіне жұмыртқа қосып араластырамыз. Піскенде әдемі бір келкі болып көріну үшін осындай міне ұсақ масса шығуы қажет, түйіршіктер болмауы керек. Қамырды тоңазытқыштан алып, осылай формаға жаймалап қойдым. Дайын болған салмамызды осында құйып, бір келкі етіп жаймалап тегістейміз. Салмасына ванилин немесе ванильный сахар қоссаңыздар болады. Онда тіптен дәм әдемі болып шығады. Мінекей осылай тез әрі оңай жасалады. Піскеннен кейін қалауларыңызша әсемдеп сәндесеңіздер болады. Пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.